Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал орнатып алайықшы. Ол үшін мынадай шаттық шеңбер әдісі бойынша киіз үй тренингін өткіземін сіздерге. Мұнда жақшада белгіленген шарттарды орындауларыңызды сұраймын. Дөңгеленіп тұрайық, керегені құрайық, уғы тұрсын керіліп, шаңыраққа иіліп, киіз үйді құрайық. Тамаша балалар, мен айтқан шарт бойынша сіздер де жасады деген үміттемін. Балалар, енді сіздерге топқа бөлінулеріңізді ұсынамын. Ол үшін смайлик не жүрекшелерді таңдауларыңыз шарт. Сіздерге смайлик ұнаса смайлик, жүрекше ұнаса жүрекшені таңдаңыздар. Егер де сіз смайлик таңдаған болсаңыз, сіз Нұр-Сұлтан тобы боласыз, жүрекше таңдаған болсаңыз, Қостанай тобы боласыз. Балалар, үй тапсырмасын тексеру мақсатында балық аулау әдісі бойынша сіздерді үй жұмысын тексеріп өтемін. Нұр-Сұлтан тобындағы балалар қоңыр кәрзеңкеге, Қостанай тобындағы оқушылар күлгін кәрзеңкеге есептерді салады. Мұнда қарап отырсаңыздар балалар, есептерде балықтар суда жүзіп жүр, иә? Міне балық аулаймыз. Балалар, Нұр-Сұлтан тобы аралас сандарды жинақтау керек. Яғни аралас сан белгіленген балықтарды аулайды деген сөз. Ал Қостанай тобы жай бөлшектерді таңдап өз кәрзеңкесіне толықтырады. Сәттілік. Жақсы балалар, өздеріңіздің таңдауларыңызды жасады деген үміттемін. Балалар, оқулықтан 506 есепті орындаймыз. Яғни 1 мен 4 есептерді орындаймыз. 1 мен 2 есепті Нұр-Сұлтан тобы, 3 пен 4-ті Қостанай тобы орындасыншы балалар. Мұнда қобылан секіріс ойыны, иә? Енді қараңыздар, бірінші есеп бойынша, яғни шактарын табуымыз қажет. Мұнда қобылан қайда секіреді екен бірінші? 1/4-тен 1 көбейтілген 1/5-тен 1. Яғни бөліміндегі 4-ті жазамыз. Бүтін бөлікті бөлімге көбейтіп, алымын қосамыз, иә балалар? Сонда не шығады бізде? Аралас сан шығады. Яғни 4-тен 5 көбейтілген 5-тен 6. Бұл есептерден қысқарту жұмыстарын жүргізсек, бұрыс бөлшек шығады. Бұрыс бөлшекті біз міндетті түрде аралас санға айналдырамыз, иә балалар? Міне, сіздер де осылай орындады деген үміттемін. Осы есептің шарты бойынша қалған есептерімізге де жүргіземіз есептеуді. Жақсы. Балалар, сіздер үйден кез келген жеміс жидектерді алып, одан аралас сандар, яғни жай бөлшектер құрауларыңызды өтінемін. Балалар, сергіту сәтін жасап жіберейікші. Ол үшін біз математикалық дене шынықтыру уақытын өткіземіз. Мен сіздерге сан айтам. Егер ол 2-ге бөлінсе, 2 қолымызды көтереміз. Егер ол 5-ге бөлінсе, шапалақтайсыздар. Егер мен сан айтам, ол 3-ге 9-ға бөлінсе, тізені бүкпей алға қарай еңкейесіздер. Жақсы ма? 4, 9, 15, 18, 2,
6, 10, 12, 3. Жақсы балалар, сіздер жақсы бір сергіп алды деген үміттемін. Балалар, оқулықтан 510 есепті шығарамыз. Ол үшін Нұрсұлтан тобы міне бірінші вагондарға есептеріңізді орналастыр, яғни 510-ның бірінші, екінші есебін Нұрсұлтан тобы, 510-шы есептің үшінші, төртінші есебін Қостанай тобы жалғастыратын болады. Яғни есептің жаңа қобылан секірісіндегі есептер шарты бойынша шактарымен вагондарға орналастыруымызды сұраймын. Балалар, қалыптастырушы бағалау жүргізейік. Мұнда қалыптастырушыда есептер берілген бізге бірнеше, соны шығарып маған жіберулеріңізді өтінемін. Балалар, сабағымызға кері байланыс жүргізейікші. Егер де бүгін мен өзіме не алдым десеңіздер, шаңырақтың өзіне қояйық. Осы сабаққа дейін не білдім деген болсаңыздар, керегеге қоясыздар. Егер сіздерге қажеті жоқ заттар болса, онда есікке қойыңыздар. Жақсы балалар, түсінікті болды деген ойдамын. Үй жұмысы номері 511. Сабақ аяқталды. Көріскенше сау саламатта болыңыздар.